Қадір түнінен бастаймыз. Қадір түні деген бұл соңғы 10 күндік. Бізде соңғы 10 күндікте ихтикаф деген нәрседе отырып жатады. Бұны көбінше бізде әдетте ер адамдар отырады. Әйел адамдарына да отыруға болады. Ихтикаф деген нәрсе міндетті түрде 10 күн отыру керек деген сөз емес. Оған сіздер азаннан кешке дейін де отыра аласыздар. Ниеттеніп кіресіздер. Ихтикаф, бірақ кірудің негізгі мақсаты оқшаулану, тек құлшылықпен айналысу, дүниемен айналысу емес. Құлшылықпен айналысу, бұлайша негізі бұл біз мешіттерде барып жатамыз ғой, мешіттерде барып жатамызда сол уақытта сыртқа тек дәрет алу үшін шығуға болады деген сияқты. Бірақ басқа дүнияви мақсатта уже сыртқа шығып кетуге болмайды да. Ихтикаф деген сол нәрсе. Оқшаулану, былайша айтқан кезінде бөлек құлшылық жасау. Оны әйел адамдар өздеріңізде үйде жасасаңыздар болады, жаңағы ихтикаф деп ниеттеніп бөлек отырып, азаннан кешке дейін деп, болмаса түннен азанға дейін деп отырып, былайша айтқан кезде құлшылық жасау ғой. Жоқ, соңғы 10 күндікте жасап жатады. Біз мысалы соңғы 10 күндікте ер адамдар 10 күнге бірде ниеттенбей, әр күнге де ниеттеніп отыра алады да. Өйткені басқа шығып кететін жағдай болуы мүмкін ғой. Егер ниеттендіңіз бе, бір суткаға ниеттендіңіз бе ихтикафқа, бұл да осы уақытта сіз сыртқа шығып дүниемен айналысуға болмайды. Ихтикафқа ниет еткен адам сол уақытын құлшылықпен өткізу керек, сол мешіттің ішінде. Оқшауланып, сол бөлінген өзінің жерінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қадір түнін құлшылықпен өткізген адам, оны Алла Тағала мейіріміне алады, мына төртеуінен басқасын дейді. Енді осы жерде не үшін қадір түнін айтып жатыр? Не үшін әшейін күндерде емес? Өйткені қадір түні әшейін күннен ерекше түн. Рамазан айы ерекше ай, жұма күні ерекше күн, қадір түні ерекше түн. Қасиетті түнді, бұл түнде дұғалар қайтарылмайтын түн. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқысы келгені мынау, әшейін күндерді қоя бер. Осындай дұға қайтарылмайтын түннің өзінде мына 4 адамның құлшылығы пайда бермейді дейді. Қадір түні, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қадір түнінде періштелер соншалықты жерде көп болады, жердегі ұсақ тастардан да көп болады. Сіз әшейін, шынымен, кез келген жерден бір уыс құмды алыңызшы, сенің мынаны санап шығуға өмірің жетпейді негіз. Бір уыс құмды ше, жер бетіндегі нелерді айтпай қояқ. Құмды бәрін айтпай қояқ, ұсақ тастарды ше. Ал періштелердің көптігі сондай, жерге симай қалады да, олар ауыса бастайды дейді. Кезекпен ауысып, бірі кетіп, бірі келіп ауыса бастайды дейді. Періштенің көптігін былай сипаттайды. Ата, Миғраж оқиғасында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аспанның 7-ші қабатына көтерілген кезде, дәл мына Каабаның төбесінде Байтул Маъмур деген періштелердің Каабасы бар. Сонда айтады, сол жерді 70 мың періште тауаф етіп жүреді. Олар тауафты өздерінің Каабаларының жанында 70 мың періште бір күнде тауаф етеді ғой. Қияметке дейін оларға екінші рет очередь келмейді. Көптігін түсіндіңіздер ме? Бір күнде 70 мың болатын болса, қанша миллион жыл өтіп жатыр. Енді қияметке дейін қанша уақыт бар? 70 мыңға күніне көбейте беріңізші. Өйткені оларға қайттан енді екінші рет тауаф жасауға очередь келмейді. Олардың көптігі сондай. Қадір түні сондай жер, бір ерекшелігі, періштелер жерге топырлап түседі ғой, одан бөлек. Қадір сүресінде не деп айтады? Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Осы жердегі рух деп кімді айтып жатыр? Жибрил деп жатыр ғой. Жибрил періште негізгі мақсаты жер бетіне түскендегі. Ол тек қана пайғамбарларға уахи алып түсетін. Өзі үлкен 4 періште бар. Жибрил, Микаил, Азраил, Исрафил. Негізі Азраилді Құранда, хадисте негізі Малакул Маут деп келеді, көбінше. 4-інің өзінің мақсаты бар. Исрафил ол қияметтегі сүрді үрлейтін періште. Микаил ол жел тұрғызып табиғатқа қарайтын періште. Азраил ол адамның жәндіктің, жалпы жәні бардың жәнін алатын періште. Жибрил Алла мен пайғамбарлардың арасында
уахиді алып келетін, уахи жеткізуші періште болатын. Бірақ сол Жебрейіл періште осы Қадір түнінде жерге түседі екен. Басқа уақытта ол жерге түспейді. Қадір түнінде жерге түседі. Таңға дейін олар жер бетінде болады, бүкіл періштелер. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағала екі періште жаратқан. Тек қана мақсаты біреу ғана. Түнде, осы түнде құлшылық қылып жатқан адамдарға, я Алла, мынаның күнәсін кешірші деп тұрады біреуі. Сенің күнәңді Алла кешірсін дейді. Екіншісі, әмин, әмин деп тұрады. Оларда вообще басқа мақсат жоқ. Бұның бәрі не үшін айтып жатырмын? Осы түннің қаншалықты қымбат екенін, осы түнде дұғалардың қайтарылмай міндетті түрде қабыл болатынын. Осы кезде енді өзімізге де бір қайтуға болады. Бізде Қадір түні дегенде бір қызық қағидалары бар. Бізде кейбір адамдарда бір Қадір деген таныстары бар бір. Өз келеді ол ше, сол күн келеді деп сенеді бізде. Сөйтіп дастарханды аямай жаяды. Сөйтіп есікті ашып қояды. Сөйтіп өз жат демала береді. Өз жат демала береді өзі. Дастархан жайып қояды, Қыдыр атам келеді, әнерде ішіп жейді өзі. Бәрін тойып, болғаннан кейін нампан жейді, тәтті, шай ішеді, сок, кола ішіп алады. Сол үйдің қатынын көтертеді, малын көбейтеді, кредитін жабады, қарыздарын жабады, огородын жақсы, саудасын жақсы. В общем, сол үйдің проблемасын шешіп кетеді. Налар өздері жата береді сол күн. Бізде сондай кейбір адамдарда түсінік бар. Дастархан жайып есікті ашып қойса болды, барып жата бер. Өз келіп тындырып кете береді. Бір кісі сондай аған ғой. Дастархан жайып қойған жатыр. Тыққыр. Ата келді деп бір жайлап қараса, көршінің ит екенді. Есік ашып тұрған екен болды ғой. Ондай нәрсе жоқ. Қадір деген ол ата емес ол. Бұны кейбір адамдар Хайзр алейхиссаламмен шатастырады. Қыдыр ата деп айтады. Хайзр алейхиссалам ол Муса алейхиссаламмен сапарлас болған адам. Бірақ ол жайлы хабар жоқ. Оны өлді, өлмеді деп ешқандай хабар жоқ. Оның тек қана біз Муса алейхиссаламмен сапарлас болғанын ғана білеміз. Одан кейін арғарайқысы жоқ. Қадір деген бұл тағдыр деген сөз. Осы түнде, енді кейбір жігіттер бар. Осы түнді ұйықтамау керек екенін біледі да. Осы түнде ұйықтамау керек дейді, азанға шейін қарағатын ойнап шығады. Или күзірайт ойнап шығады, шынымен ғой. Не телефон шығып кино көріп шығады. Бірақ бастысы осы түнде ұйықтамау керек екен деп айтады. Бірақ қазір дұрысталып қалдық. Бұл бұрын сондай едік қой. Қазір уже дұрысталып қалды. Адамдар мешіт толып жатыр. Қазір Қадір түнінде әйелдер де, еркектер де елде толып жатыр. Мешіттер әртүрлі жақсы нәрселер ұйымдастырып жатыр. Уже бер қарап қалды қазір. Түсініп қалды. Әсіресе жастар шыны керек, Жастар көбірек бер қарап жатыр. Мына союз көргендер әлде де болса Ленинге берген сөзінен қайталмай жатыр олар ше. Ленинге еркекше сөз берген олар бармайым деп ше. Сол сөздерінде тұрып жатыр әлі еркекше кейбіреулер бар ғой. Кейбіреулер сынып келіп жатыр. Бірақ сол үлкен адамдардың мешітке келмей қалуының өзіне де қазіргі кейбір жастар кінәлі. Союз көрген кісі бет тәубе етіп мешітке келеді ғой, адам болайшы деп. Мыналар келеді да дұға қыл дейді. Ана бейшара ана тек стакан ұстап тілек айтып қалған бәле, ол дұға қыла алмайды ғой. Сөйтеді де оны мазақ қылады. Дұға қыла алмайды деп. Не болса Құран оқып жібер дейді. Әти айтады оны, біледі оны Құран оқи алмайтын ше. Құран оқып жібер дейді. Ана оқи алмаймын деп пап дейді ғой. Оны мазақтайды. Сөйтеді де ол екінші рет келмей қояды. Неге ана жас балдар мазақтағаннан кейін ол жерде отыруға ол намыстанады да. Сөйтіп келмей қалады. Негізінен мешітке жігіттер, ана союз көрген біреу, ауылдың алкаш біреу кеп тұрса да бар ғой, айналайын деп құшақтап аяғын уқалай берсейші. Жақсы нәрселер айтар. Мына нормалын жер екен ғой мынау деп ойлау керек қой ол, общем, былайша айтқанда ше. Келетін жер екен ғой мынау деп. Бездірмеу керек. Бірақ қазір мешіт бәрібір толып жатыр. Бұл қадір деген нәрсе, тағдыр деген нәрсе. Осы түнде Алла тағала адамдардың тағдырын жазады. Келер бір жылдың тағдырын жазады. Сонда Алла тағала ол күнге дейін адамдардың тағдырын білмеген ба? Білген, осы күні періштелерге хабар береді дейді. Білдіреді дейді. Енді қараңызшы, бізде Қадір түні кейбір адамдарда қай күн еді? 31 декабрь. Как встретишь этот ночь, так и весь год проведешь деп айтатын. Білесіздер ме? Бұл түнді кім қайсысын айтатын еді бізде? Жаңа жылды айтатын.
Сөйтеді да осы күні ит болып ішеді бәрі. Айттайды осы күні, дұрыс па? Айттайды, үймен үй жүріп айттайды, кімнен не қалды соны ішіп ше. Бірақ қараңыз, сіздерге қызығын айтайын. Жаңа жыл түні бар ғой, 31 декабрьдің түні бар ғой, жер бетінде қаралы күн болып саналады. Өйткені осы түн ең қылмыстың көп болатын түні. ЧП-ның ең көп тіркелетін түні осы түн. Өлімнің көп болатыны. Осы түні білесіздер ма? Милициялар бар ма арамызда? Өз қызық жаратылыс қой бұл милициялар. Бір кісілер айтқан ғой. Қажылықта бір группада қаншадан болдыңдар десе, 47 адам 3 милиция болдық деген ғой. 47 қажы 3 милиция болдық деген ғой. Сондай бір керемет жаратылыс қой бұлар. Сол милициялар болса білет. 31 декабрь күні кешке милициялар дежурствоны күшейтеді, дұрыс па? Больница күшейтеді. Пожарный күшейтеді. Патруль күшейеді. Не үшін күшейіп жатыр бұның бар? Әкімшілік дежурство қояды. Не үшін бұның бар күшейіп жатыр? Өйткені олар бүгінді мейрам деп дайындалып жатыр. Бірақ осы күнде қылмыстың көп болатынын олар алдын ала біледі. Уже бұл тексеруден өтіп қойған нәрсе. Толады ана больница. Күйгендер, өртенген үйлер, ішіп алып өліп қойғандар, төбелескендер, үсіп өліп, осы түн ең қылмыстың көп болатын түні. Құдай сақтасын. Так, осы түнді қалай қарсы алсаң, бір жылың осылай өтеді депше, егер біздің елде бір жыл түніміз осы түндей болатын болса, біз қауым жоқ болып кетеміз біз. Құдай сақтасын бұндай түннен. Бірақ қазірде осы 31 декабрь көбінше осында болып қалым. Бірақ былтыр ма арғы жылы елде болған кезде көрдім, сыртқа шығып, әшейін бір-екі пақылдақ пақ-пақ деді да өшітше, бұрынғыдай емес. Қазір жай адамдар 12-ні бір қарайды да, соседтер не істеп жатыр екендер, бір көреді да жатып жатыр қазір. Аллаға шүкір. Енді ара-арасында жаңа ғана Дарвиннің немерелері бар, бәрібір. Алқаштар анау, көшемен көше жүріп, үймен үй аралайтын ана иттерді үркітетіндер бар ғой. Қараңыз. Осы түн тағдыр жазылады. Кімге қалай жазылады? Осы түнде адамдар тұрып не сұрайды, солай жазылады. Осы түн тағдыр жазылатын қадір түнінде келер бір жылыңызға сіз береке сұрап аласыз Құдайдан. Осыны айтады. Қадір деген сөздің бірінші мағынасы тағдыр деген сөз. Тағдыр жазылатын түн, екіншісі осы ғана кішкене уақыт сенің тағдырыңды өзгертетін уақыттың қадірін біл деген.